Армысың қазақ елі, мен Сейдахметова Зубайда, Юна академик оқу орнында тұрмын. Осында мен мұғалім болып қызмет атқарғанмын. Осы жерде. Мында мен 25 бала оқытқам. Мына бөлмеде қазір балабақша. Динара Шариповна деген кісі мені жұмысқа алған. Бірақ та ол кісі карантиннің алдында ақшам төлемей үйге жіберген. Сол кісіні көре алмай қалдым. Енді мен қазір 102-ге қоңырау шалып милиция шақырдым. Мынандай құжат бар. Астана қаласының қалалық орта сапасы және бақылау басқармасы мемлекеттік мекемесі. Мынандай құжатым бар. Басшы орынбасары Е. Исмағұлов Ерлан жігіт. Орындаушы Махашев Е.К. телефоны 556727. Содан Динара Шариповнаға ескерту айтқамын, еңбек ақын қашан төлейсіз? Әні мені төлейм, сонген мен бизнесімді Әсемгүл кім? Как ее фамилия? Әсемгүлге сатып жібердім бизнесімді. Сол кісі төлейді деп, сол кісіге сілтеген. 2 ай біз карантинда жаттық, мен келе алмадым бұл жерге. 2 ай мен Дулат Ағадилдің үйін салғамын, ол бәрі видеода бар. Содан 2 ай мен полициядан өзім азаматтық белсенді болсын қашақтап жүрдім. Кеше ғана босап, мені енді оқу орныма еңбек ақымды алуға келдім. Өйткені мен квартплатымды төлей алмай тұрмын, күнімді көре алмаймын. Ақшам жоқ. Енді мұнда тәрбиешілер айтып отыр, өздері таң қалып отыр, неге Әсемгүлге сілтейді? Динара Шариповна өзі төлеу керек ақшаны. Әсемгүлдің қатысы жоқ деп. Әсемгүл, можете связать меня с Әсемгүл? Пусть, не буду снимать, пусть Әсемгүл ответит, что ко мне она отношения не имеет и принимала на работу Динара Шариповна. Что-то ко мне не снимайте, пожалуйста. Я не снимаю, я себя снимаю. Мен төплейімді ала алмай жүрген, мана жол күйеу баламды жіберіп едім. Төплейім тұр екен, мына орында. Мына осы төплейімді ала алмай жүрген. Төплейім бар орында. Болыңыз ода де? Қазір. Динара Шариповнаны шақыру керек. Бұрынғы. Не қалып едіңіз бұл? Мен қатысым жоқ қой, мына кісі қазір тәрбиеші ғана осы жерде отыр. Через минут 20 будет, она едет в дороге. 20 минут күтесіз бе? Жоқ, мен күтемеймін. Маған арыз жаздыңыз ба? Арыз жазам. Не қатысым бар? Онда мен қазір арыз жазам, милиция шақырдым. Арыз жазамын, Динара Шариповна маған ақша төлемегені туралы қазір. Соңген сотқа берем.